Жыраулар әдебиетінің көрнекі өкілдерінің бірі Асан Қайғы Сәбитұлы. Асан Қайғының шын есімі Хасан, әкесі Сәбит. Бұл өте маңызды дерек. Асан Қайғы 14 ғасырдың аяғы мен 15 ғасырдың басында ғұмыр кешкен. Қазақ хандығы құрылған кезеңге тікелей қатысы бар. Қазақ хандығын құрған хандар Керей мен Жәнібек, сендер жақсы білетін. Асан Қайғы Жәнібек ханға қызмет еткен. Жәнібек ханға арнаған толғаулар да бар. Әй хан, мен айтпасам білмейсің, айтқаныма көнбейсің деген, мына әй хан, мен айтпасам білмейсің деген толғау мысалы Жәнібек ханға арналған. Жәнібек тыңдамай елді еділден көшірген кезінде осы толғау дүниеге келген екен дейді. Енді тағы қандай Асан Қайғыға қатысты біз білуіміз керек деректер бар. Қазақтың данышпан ақылгөй жырауы өз дәуірінің абызы, бас биі, бұл түсінікті. Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша ол қазақ халқының болашағын ойлаған дала философы. Мына сұрақ сұралды. Дала философы атанған, не болмаса Асан Қайғы Шоқан Уәлихановты қалай атаған, қандай деректерінде атап өткен деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша қазақ халқының болашағын ойлаған дала философы бұл Асан Қайғы. Осындай ойшыл ел қамын жеп қайғы қасірет кешкен Асан атына кейін қайғы деген сөз қосылып аңызға айналып кеткен. Қайғы деген сөздің қосылуына байланысты көп деректер бар. Солардың көп айтылатыны бұл Асан Қайғының, Асанның, яғни өз өмір сүрген уақытында өзінің туған елін, жерін қатты уайымдап қайғыға салына беретіндігі себепті де халық оған қайғы деген сөзді тіркеп берген екен дейді. Сол үшін Асан Қайғы атанып кетті. Ол мемлекет қайраткері болған. Мемлекет қайраткері дегеніміз түсінікті. Мемлекетке, қоғамға өзінің еңбегін сіңірген адам. Жәнібек ханның ақылшысы болған. Әкесі Сәбит Арал өңірінің Сырдария жағасын мекен еткен. Қызылорда облысы Шиелі ауданының Жетіәулие қорымындағы Асан ата кесенесі Асан Қайғы масары деп аталады дейді қазір. Сонда біз мына жерде мына деректерді түсініп алуымыз керек. Өте маңызды деректер міне. Асан Қайғының өмір сүрген ғасыры 14 ғасырдың аяғы мен 15 ғасырдың басы. Шоқан Уәлихановтың айтуынша қазақ халқының болашағын ойлаған дала философы кім десе Асан Қайғы дейміз. Асан Қайғының есіміне қайғы деген сөз тіркеліп келеді. Оның себебін жаңа атап өттім. Және Жәнібек ханның ақылшысы немесе кеңесшісі болған деп айтамыз. Асан Қайғының шығармаларын жинап зерттеумен айналысқан біршама ғалымдар бар. Жыраудың ақындық мұрасын басып шығару 19 ғасырдың соңында басталған екен. Ал енді Асан Қайғының біздің әдебиетке енуіне бірден бір себеп бұл Асан Қайғының жерұйықты іздеуі. Мұны Жәнібек хан екеуі келіспей, Жәнібек елді Еділден алып көшірген уақытында Асан Қайғы қатты қарсылық білдіріп, оған енді Еділден елді көшіргеннен соң мен саған бір жақсы бір шұрайлы жерді табам, сол жерге елді көшіресің, көшірмесең онда екеуміз араз боламыз деп өзінің талабын қояды. Сонымен бұл нәрсе қалай, бұл жерұйықты іздеу процесі қалай жүзеге асады? Жерұйық бұл жердің кіндігі. Яғни ең шұрайлы, ең шалғынды жерді, елге жайлы жерді іздеумен айналысады Асан Қайғы. Ол жерді табу үшін қазақ даласындағы көптеген жерлерге барып, көріп, ол жерге өзінің бағасын беріп отырады. Бірақ жерұйықты таппайды Асан Қайғы. Асан Қайғының сонда жерге айтқан сыны екен дейді. Асан Қайғы желмая мініп желдіртіп Сарыарқаны аралап жүргенде әжірге айтқан сындары мынау екен. Бірінші ұзын аққан Ертісті көреді дейді. Ертіс деген өзенді көріп, оған мынандай деп сын айтады. Мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп жылап отырмас, сиырдың мүйізі, доңыздың құлағы шығып тұрған жер екен деп тұр. Яғни ертістің маңының сондай шұрайлы, елге жайлы екендігін білдіргісі келіп тұр. Мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмайды, қарным ашты деп жыламайды дейді. Сиырдың мүйізі, доңыздың құлағы шығып тұрған жер екен. Бұл бірінші барған аймағымыз. Екінші, Түндікті деген өзенді көрген кезде 12 қазылық ой түндік маңырап жатқан қой түндік, қойдың құлағы тұтам шығып тұрған жер екен деп тастап кетуге қимай артына Үшқараған екен. Сонан бұл жердегі таудың аты Үшқара деп атанып кетті. Бұл Түндікті өзенін көрген кезде айтқан пікірі екен. Қызылтау деген жерге келген кезде тау тасы кеш болғанда қой болып ыңыранып жатады екен, тоқты қысырға алмайтын жер екен депті дейді. Бұл жерінде шұрайлығын, ыңғайлығын айтып тұр. Баянауыл тауын көргенде ат ерін алмайтын жер екен, бауырында тұзы бар екен, тұзы ауыр екен, бір түнеп кетемін дегенде бір жұма тоқтап қалады екен, тұзы жібермейді екен деп айтқан екен дейді.
яғни Баянауыл тауының 4 түлікке жайлы екендігін және бұл жерге бір түнеп кетем деген адам 5 күннен аса қалып қоятындығын, сондай бір адамға жайлығын айтқысы келіп отыр. Келесі ащы бойына келген кезде былай депті дейді. Артына қарап, Баянауыл, сенің қоныс болып тұрғаның мынау ащының арқасы екен. Мал жазғы түрін бір жұма ашылайды екен, күзге таман бір жұма ашылайды екен, сонысы бір жылға татиды екен депті дейді. Ащы бойына, ащы деген көлдің бойына келген кезде айтып тұр. Сен қоныс болып отырған мынау ащының арқасы екен. Баянауыл, Баянауыл атағы шыққан жер ғой. Сол Баянауылға айтады. Сенің атыңның шығып тұрғаны мынау ащының арқасы екен ғой дейді. Себебі мал жазғы тұрып, мына ащының бойындағы суды ішіп бір ашылайды екен, күзге таман бір жұма тағы ашылайды екен, сонда бір жылға татиды екен ғой онысы деп. 6-шы Шідерті деген өзенге келеміз. Шідерті өзенін көрген кезде, мына шіркіннің топырағы асыл екен, 6 ай мініп арықтаған ат, 1 айда майға бітетін жер екен, босшылық шідерлеп қойғандай тоқтайтын жылқының қонысы екен деп дейді. Бұл Шідерті өзені туралы. Бұны Шідерті өзенінің де малға жайлы екендігін көрсетіп тұр. 6 ай мініп арықтап біткен ат 1 айдың ішінде майға бітеді. 1 айдың ішінде ғана сол 6 ай мініп арықтаған ат майлы болып шыға келеді дейді. Бос жылқыны шідерлеп қойсаң, яғни байлап қойсаң, байлап қойғандай тоқтайтын жылқының қонысы екен дейді. Жылқыны тура бір мына жерде бос жүрсе де байлап қойғандай сезімде болатындай жер екен. Сондай жылқының жайлы қонысы екен деп тұр. Келесі Өлеңті өзенін көрген кезде тоқтап еш нәрсе айтпай өлеңдете берген екен. Неге үндемейсіз дегенде, өлеңтінің суы май, Шідертінің шөбі май деп өлеңдетіп айтқан екен дейді. Өлеңтінің суы май екен, Шідертінің шөбі май екен. Оның алдындаған Шідертіден келді ғой өзі. Сол Шідертінің шөбі май болса, мына өлеңті деген өзеннің суы май екен дейді. Май дегені сол бір құнарлығын, жалпы малға жайлығын айтып отыр. Келесі 8. Сілентіден өтіп жалаңаштың тұзына барған кезде, аттың төбеліндей жалаңаш, сені алдыма өңгерейін бе, артыма бөктірейін бе, қай жарама тартайын, айналаң аз, онан басқа мінің жоқ, табылмайтын жер екенсің дейді. Айналаң әттең-ай, айналаң аз, жеріңнің тұрқы аз, жалпы көлемі аз, әйтпесе одан басқа сенде мін жоқ екен, табылмайтын жер екенсің деп жалаңаштың тұзына барып риза болып кеткен екен дейді. Келесі, Есіл деген өзенді көргенде. Есіл өзенін көрген кезде жарым менен суы тең, жарылысымен байы тең болатын жер екен деп пікір білдіріпті. Жарым менен суы тең, жарылысымен байы тең. Жары деген біз құз жар деп айтамыз ғой. Сондай жердің бетінен биікте орналасқан аймағымен суы теңесіп жатады екен дейді. Сонда суының биіктігін айтып тұр. Және жарылысымен байы тең болатын жер екен. Кедей мен бай теңесетіндей сондай бір ғажайып жер екен дейді. Келесі 10-шы, Нұраның бойын көргенде 6 күнде ат семіртіп мінетін жер екен деп пікір білдіріпті. 6 күнде жаңа біз 1 айда 6 айда арыған атты 1 айда семірте алатын жер деп Шідерті деген өзенді айттық. Ал енді Нұраның бойына келген кезде 6 күнде ат семіре алады дейді. Торғайдың өзенін көргенде ағар суы бал татыған, ақшабағы май татыған жер екен депті дейді. Суы балдай, ал ақшабағы деп отырғаны балға май татыған жер екен дейді. Торғай өзеніне берген бағасы бұл. Келесі Терсаққан деген өзенді көргенде Сарыарқаның тұздығы екен депті дейді. Яғни Сарыарқаның ең бір шұрайлы жер екен дегені. Келесі Жетіқоңыр деген жерді көргенде Сарыарқаның маусым екен депті дейді. Сарыарқаның бұл да бір жайлы аймағы екен. Яғни мезгілі, маусымы дегені ең бір маусымды жері, шұрайлы жері, қонысы деген мағынаны білдіріп тұр. Келесі ұзын аққан сыр бойын көрген кезде айтқаны, басы байтақ, аяғы тайпақ қонысы екен, Қаратауды жайласам, сырдың бойын қыстасам, қоныс болуға сонда ғана дұрыс екен деп тұр. Басы байтақ екен, аяғы тайпақ екен, басы үлкен екен, аяғы бірақ тайпақтау екен дейді. Тайпақ дегені бұл тарыла түседі екен дейді. Яғни басы былай жаңағы не болып басталады екен де, кең болып басталады екен де, бірақ жіңішкере береді екен деген мағынаны білдіріп тұр. Қаратауды жайласам, сырдың бойын қыстасам, қоныс болуға сонда ғана дұрыс екен дейді. Сырдың бойын қыстауға болады екен, ал оның жанындағы Қаратауды жайлауға болады екен. Сонда барып бұл жерді қоныс деуге болады. Ал егер сырдың бойын тек жайлап және қыстау, бұл жақсы ой емес деп тұр қысқасы. Қаратау мен сырдың бойын бір қоныс қылу керек дейді. Келесі Сулы Келес пен Нұрлы Келес деген өзендерді көрген кезде мөңіреуің сиыр болып, мөңіреуің сиыр тұқым үзілмейтін жер екен деп баға береді дейді. Яғни Сулы Келес пен Нұрлы Келес деген жерде бұл жердегі кілт сөз сиыр тұқымы болып тұр. Келесі
Асан қайғы бүкіл алаштың жер суын қонысын көрсем бұларға жағдай туғызам деп көп заман өмірін далада өткізіпті. Жүрген жерінде жақсы қонысқа да жаман қонысқа да баға беріпті дейді. Сонда Асан қайғы Шиделі байсын жеріне қызығып тұрып, Шиделі байсын артыма бөктеріп кетер едім, әттең атыма көтере алмаймын ау деп дейді. Шиделі байсын жеріне сондай қызығып тамсанғандығы көрінеді мына жерден. Әттең мен жаңағы артыма сені мына түйеме сені бөктеріп алып кететін едім, әттең сенің көтере алмайтындығы деп Шиделі байсынды сондай бір жаңағы шұрайлы жерлердің қатарында жерұйық болуына әбден болатын нұсқаның бірі деп қарастырып отыр. Келесі Шыңғырлау деген өзенді көргенде: әй Шыңғырлау, жылқы өзі өскен жоқ, сен өсірген екенсің деп 3 айналып Шыңғырлаудың суына қолын малып отырып, Шыңғырлау өкпелер, аттың ерін ал, қонайық, ат суарып қуанып кетейік деген екен дейді. Ай жанарыстан жырындай суға бұла шетте қалдың ау, есіл ерім ай деп бір төбеге келіп жылап тұрған екен дейді. Шыңғырлау деген өзенмен сонда кілт сөз бола алып тұрған бұл жылқы. Жылқының өз өспегендігі. Сен Шыңғырлау, жылқы өз өспеген екен мына аймақтағы, өйткені ол елдің жылқылары сондай бір семіз, қоңды болады. Соны көрген кезінде мына жылқылар өз өсті ме десем, Шыңғырлау сен өсірген екенсің, сен оларға жаңағы суыңмен қуат болған екенсің дейді. Шыңғырлау өкпелер, одан кейін Шыңғырлаудың суына қол малып отырады, ұзаққа дейін ойланып отырып, мына Шыңғырлау өкпелеп қалар, аттың ерін алыңдар, қонайық, ат суарып аунап қонап кетейік деп бір жылқыға жайлы жел ретінде атап өтеді. Ай жанарыстан жырымдай суға бола шетте қалдың ау, есіл ерім ай деп бір төбе келіп жылап тұрған екен дейді. Мына тұста бір тарихи оқиғаға меңзеп тұр. Есіл ерім ай дейді, яғни бір халыққа еңбегі сіңген, халыққа қалаулы батырлардың бірі. Жанарыстан туралы: жырымдай суға бола шетте қалдың ау. Сол Жанарыстанның басына келіп тұрып айтқан сөзі екен дейді бұл. Жалпы осы Асан қайғының жерге айтқан сындары, бұны міндетті түрде жатқа білу керек. Әр қайсына жеке-жеке кілт сөз жазатын болсаңдар, онда ешқандай қиындық тудырмайды.